Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Құрметті мұхтарам жамағат. Имам Тирмизи мен Ахмадтың Сунан кітаптарында мына бір оқиғалы хадис келеді. Бірде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам тахажжуд уақытында тұрып, сахабилерін оятқан екен. Алланы көп зікір етіңдер, Алланы зікір етіңдер. Қиямет жақындап келеді, әркімге өлім жақындап келеді деп айтқанда, Убай ибн Қаб деген сахаби тұрып, я Алланың елшісі, мен сізге көп салауат айтамын дейді. Соны қанша деңгейде айтсам болады дейді. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қалағаныңша айт дейді. Тұрған уақытымның 4-тен 1-ін айтсам бола ма дегенде, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қалағаныңша айт, одан артырсаң хайырлы болады дейді. Онда жартысын істейін дейді. Одан артырсаң хайырлы болады дейді. Онда барлық уақытыма салауат айтайын дегенде, онда жартысын істейін дейді. Одан артырсаң хайырлы болады дейді. Онда 3-тен 2-сін істейін дейді. Яғни жартыдан көп уақытын салауат айтайын дегенде, одан тағы да арттырсаң саған хайырлы болады дейді. Онда мен тұрған уақытымда, дұғамның барлық уақытында сізге салауатпен өткізем дегенде, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтқан екен. Фаидан тукфа хаммук ва юхфару замбук деп айтқан екен. Онда сенің қайғы уайымың азаяды, күнәларың кешіріледі дейді. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға кім көбірек салауат айтса, ол адамның уайымы кетеді екен, қиындықтардан шығады екен, және де күнәлары кешіріледі екен. Бұндай оқиғалар өмірде көп болған. Бірде жаңадан көлік айдап жүрген уақытымда тәжірибенің аздығынан қымбат бір көлікті соғып алдым. Иесі түсті да жан-жаққа хабарласып, білді да 200 мың төлейсіз деді. Қалды да ешқандай не жоқ. Сол кезде осы хадис еске түсіп, көп салауат айта бердік. Бір жарты сағат болған жоқ. Жаңағы көліктің негізгі иесі хабарласып, ол кісі Алла разылығы үшін жүре берсін деп айтты. Өзім таң қалдым. Яғни бұл хадисті көп адамдар осылай тәжірибеден өткізген. Құрметті бауырлар, не үшін айтып отырмыз? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға көбірек салауат айтсақ, біздердің уайым қайғымыз кетеді. Онымен қоса сауап аламыз. Онымен қоса Алла тағалаға жақындаймыз. Онымен қоса пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға жақындаймыз. Неге Алла тағала Ахзаб сүресінде айтты? Иман келтіргендер, ақиқатында Алла періштелері пайғамбарға салауат айтады, сендер де салауат айтыңдар деді. Саллаллаху алейхи вассалам. Өйткені қарап тұрсаңыз, ең сүйікті пенде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Алла тағалаға ең жақын, ең сүйікті пенде ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Мысалы, сіз балаңызды жақсы көресіз. Балаңызды кеп мақтаса біреу, ой, сенің балаң керемет, осындай десе, бір рахаттанасыз. Бір риза болып, соны разы қылдырып, қолына бір нәрсе ұстатып жібересіз. Сол сияқты Алла тағалада сүйікті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды жақсы көреді. Ал біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға салауат айтсақ, Алла тағала сондай разы болады екен. Сондықтан құрметті жамағат, біздерге жаратылыстағы ең жақын ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам екен. Ұмытпайық, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға салауат айтуды өзіміздің бір үмметінің міндеті деп білейік. Уахир дауана, алхамдулиллахи раббил аламин.